Англияға клубника теруге келдік. Шу бір алқан. Сәлем достар. Біз бүгін Сан-Диегода осындай клубника теретін жерге келдік. Шелек береді, қайшы береді. Бәріңізге сәлем достар. Бүгін біз Карлсбадтағы құлпынай теретін фермаға келдік. Таңғы сағат 9-да жаңа ғана ашылды. Біз ең бірінші болып кірдік. Мұнда билет 3 түрлі. Біріншісі тек ішіне кіріп құлпынай жеп жүресің. Бағасы $10. Екінші кішкентай себет береді. Соны толтырып алып кетесің. Бағасы $17. Үшінші себетпен қоса тракторға міну және қой, ешкі, қояндарды тамақтандыру кіреді. Оның бағасы $25. Біз бірінші рет келген соң бәрін көрейік деп екеумізге $50 төледік. Алдымен құлпынай теріп, өзімізде жеп тойдық. Ережесі өте қарапайым. Құлпынайдың сабағын ұзын қылып қимау және себетті шамадан тыс толтырмау. Құлпынайдың дәмі енді керемет, дүкендерден әлдеқайда тәтті. Жалпы бұл ферма Икегава деп аталатын жапон отбасының бизнесі. Олар құлпынайды 4 ұрпақ бойы өсіріп келеді. Ферма 1950 жылдан бері жұмыс жасайды. Ал 2000 жылдан бастап ферма адамдар өздері құлпынай теретін юпик жүйесін енгізген. Бұл қазір Сан-Диегодағы ең танымал агротуризм орындарының бірі. Олар көбіне альбион деген тәтті әрі ірі құлпынай сортын өсіреді. Маусым әдетте наурыздан шілдеге дейін болады. Күзде ферма асқабақ, жүгері өсіріп, оған да түрлі фестивальдер ұйымдастырады. Ферма I-5 трассасының жанында, яғни танымал жерде орналасқан. Жанында Леголенд және гүл өсіретін ферма орналасқан. Фермада шамамен 25 акр жерге құлпынай егіледі. Бұл маусымда 500-750 тоннаға дейін құлпынай жиналады. Ферманың бір жағында лагуна, бір жағында тынық мұхиты орналасқан. Сол себепті мұхиттан келетін салқын тұман құлпынайды өте тәтті әрі ұзақ маусымда өсіруге көмектеседі. Тап болмайды деп айтса аузыма тыққызып жібереді. Екеуін саласың да? Шу бір алақан толтырады. Айналаның бәрі мынадай поля үлкен. Ар жағының бәрі. $25. Бірақ мынандай кеп кішкентай ғана шелек береді. Осыны ғана алып қаласың. Англияға клубника теруге келдік дешті. Бәрі қолым үлкендеріне жүгіріп кетеді. Көз қызықтырады үлкендері. Кішкентай аз сияқты өзі. Мынандайдан клубника в шоколаде істесең. На всякий случай деп қойып қойған сияқты туалет. Әйтпесе адамдар басынан жеп отыр ғой, аузына салып отыр ғой. Мына кісілер міне. Жумай құрт-пұртымен жеп отыр бәрі. Ана жерде бала-шаға жүр, олар да сөйтіп отқан сияқты. Су тұр ғой бәрі. Орын көп алмай үшін лайфхак мынан. Сосын қалғанын былай саласың, да? Араларына наларды салып жібересің міне. Бұстан кейін қалай жіберей демейді да мен. Бәрібір сол сиятын сияқты. Сондай ма? Топ бітті да қайтып.
Тойынды мына кісі. Күшті дәмдері да. Бірақ Кейін тракторға отырып шамамен 15 минут ферма ішін араладық. Thank you. Faydalı. Одан кейін күнбағыс бағына барып фото-видеомызға түстік. Күшті да? Алдын еш шықпайды. Sorry? Күнбағыстың қасынан қой, ешкі көріп, ауылдың иісін сезіп бір жасап қалдық. Күннің айырмашылығын түсініп жазып көттім. Ойнақтың. Ондай жерге ақша төлеп келген қазақтарға ұят қой негізі, қояндарға келдік енді. Артқы аяғына нетпетек. Себет аяқ, артқы аяқпен. Тағы да. Істеп бұлар істейді ғой. Дұрытты жанына қақпады ол дейсің ба? Не? Істеп болғаннан қой сөйтіп. Шашақ қала ма? Білмеймін. Қара. Если істелінсе, қойды анау. Мен экспертпін ғой қояндардан білген. Біз ұстадық қой баяғыда қоян. Давай. Тармай істетіп қалды анау. Эй, братишка.
Иә. Бал сатады, киім сатады. Балдар ойнайды мына жақта. Күшті жер екен негізі, иә. Мен қалай болды бүгінгі клубника теру? Парковкілердің өзін қарашы, әдейі істеп қойған да. Жалпы бұл жер қайта-қайта келуге болатын өте жақсы жер екен, бізге қатты ұнады. Бүгінгі шығарылым ұнаса, қазақша контентті қолдап, лайк басып, парақшаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.